Қарағанды облысы Жезқазған қаласының номер 11-ші жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Селен Жазира. Педагогикалық өтілімі 6 жыл. Қазіргі таңда педагог сарапшы. Ушинскийдің мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі жойылады деген сөзін әр уақытта естен шығармағанымыз жөн. Мектепте оқытуды ұйымдастыратын бірден-бір нұсқа сабақ болса, сабақтың нәтижелі болуы әдіс-тәсілдерге байланысты. Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, сапалы білім, саналы тәрбие беруге сабақтың тиімді түрлерін қолданған жөн. Осы мақсатта оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру үшін тарих сабағында 5-7 сыныптар арасында ойын сабақтары, 8-10 сыныптар аралығында сын тұрғысынан дамыту, ұжымдық оқыту, пікірталас, семинар, сынақ, өзіндік жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар тірек сызбалар, кластерлер, хронологиялық таблицалар, ен диаграммасы арқылы жұмыс әдістері болып табылады. Озат тәжірибелерден үлгі ала отырып, жаңашылдыққа құштарланып, менің осындай жетістікке жетуімнің негізі. Сонымен қатар, екінші ұстаз энциклопедист, ғалым Әл-Фарабидің 1450 жылдық мерейтойына арналған Әл-Фараби әлемдік атты конференцияға қатысып, жинаққа енгізілді. Қазақстан тарихы пәнінен өткізілген педагогикалық олимпиадада жүлделі 2-ші орын. Ғылыми жобалар сайысында жүлделі 3-ші орын. Осы сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деген Жүсіпбек Аймауытовтың құнды пікірі өз ұстанымым ретінде пайдаланып, жаңаша ізденуге, жаңаша ойлануға, заман талабына сай еңбек етуге тырысамын.